11 шілде күні Абу-Дабидегі жауынгерлер аралында UFC 251 турнир өтеді. Тура осында әлемдік промоушен туасында қазақстандық Жалғас Жұмағұлов дебютын өткізеді. Жалғастың қарсыласы бразилиялық Раулян Пайва болмақ. Бұл жігіт UFC-дегі 4-ші жекпе-жегін өткізбекші. Оның еншісінде бір жеңіс және 2 жеңіліс бар. Кештің басты жекпе-жегінде жартылай орта салмақтағы ұйым чемпионы Камару Усман, Гилберт Бёрнспен болар жекпе-жекте белбеуін қорғайтын болады. Ал екінші деңгейлі кездесуде жартылай жеңіл салмақтың чемпионы Алекс Волконовский белбеудің бұрынғы иегері Макс Хэллоуеймен бақ сынаспақ. Бұл кеште тағы бір титулды жекпе-жек бар. Ол ресейлік Петр Ян мен Жозе Алду арасында өрбімек. Мұнда қос спортшы вакантты белбеуді сарапқа салады. Жалғас бүгінде Ақтөбе қаласында алдағы сынға дайындығын пысықтауда. Оған барша Арлан ММА командасының өкілдері көмек көрсетіп жатыр. Көрсетілім 1xBet қолдауымен шығарында. Жоғары коэффициенттермен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 мың теңгеге дейін сыйақы ал. Ал Шавкат Рахманов бұл сараға 4 күн салып дебютін өткізеді. Яғни 15 шілде күні көкшетаулық жауынгер сол Абу-Дабидегі жауынгерлер аралында жекпе-жек өткізбек. Қазақстандықтың қарсыласы ресейлік Рамазан Эмеев болады деген ақпараттар ода. Рамазан Эмеев Шавкатқа жақсы таныс. Бұл спортшылар бір-бірімен жолықпаса да, M1 Challenge промоушенде бірге өнер көрсеткен. Екеуі де ұйымның чемпиондары атанған. 33 жасар Эмеев өткен жылдың қараша айында UFC-де алғаш рет ұтылды. Ол Мәскеуде өткен турнирде ұпайсан мен Энтони Рокко Мартинге жол берген. Ал сол жеңіліске дейін ол UFC-де 3 рет сынға түсіп, Сэм Алви, Альберто Мина және Стефан Секуличтерді ұпайсанмен ұтқан еді. 25 жасар Рахманов M1 Challenge вакантты белбеуін өткен жылдың наурыз айында жеңіп алған. Ол ресейлік Данила Приказаны техникалық нокаутпен жеңген еді. Ал сосын бразилиялық Тиаго Вережао Лассердомен рейджіге шығып, чемпиондық белбеуді сәтті қорғады. Басында Рахманов UFC-де наурыз айында дебютін өткізеді делінген еді. Ол Лондондағы UFC Fight Night 171 турнирінде поляк Бартош Фабинскиймен шығуы тиіс еді. Алайда пандемияға байланысты жекпе-жек ақш-қа ауыстырылды. Ал Рахманов виза мәселесіне байланысты ол жаққа бара алмады. Рахмановтың UFC-ге өткендігі туралы ақпарат 2019 жылдың шілдесінде шықты. Ол әлемнің ең мықты промоушенмен келісімшарт жасасқан алғашқы қазақстандық болды. M1 Global чемпионы деген атақпен өткен оның еншісінде 12 жекпе-жектегі 12 жеңіс бар. Шавкат және Жалғастың қайсысы бірінші болып UFC-де дебютін өткізеді деп жүргенімізде, ақпан айында келісімге отырған Мария Агапова олардың алдарын орап кетті. Павлодарлық қыз 14 маусым күні Лас-Вегастағы UFC Fight Night 172 турнирінде дебютін жасады. Қазақстандық қыз бірінші раундта американдық Ханна Сайферсті қылқындыру тәсілімен тұтып кетті. Невада штатының атлетикалық кеңесінің хабарлауынша, Агапова бұл жеңіс үшін UFC тарапынан 20 мың ақш долларын алған. Мұндағы 10 мың жеңіс үшін берілген. Ал Сайферс 35 мың ақш долларын қалтаға басыпты. Ал осыдан сәл ертеректе Мария кештің үздік жекпе-жектерін бірін өткізген үшін 50 мың ақш доллары көлемінде бонус алғандығы мәлім болған еді. Міне осылайша қазақстандықтардың UFC-дегі дебюті аса сәтті басталды. Енді Марияның жеңіс жолын Жалғас пен Шавкатта жалғастырады деп үміттенеміз. Енді аздаған бокс жаңалығы. Қазақстандық көптеген кәсіпқойлар арасынан пандемияның артын ала бірінші болып Бауыржан Момынов жекпе-жек өткізетін болды. 28 жасар қазақстандық 17 маусымның таңында Top Rank ұйымдастыратын бокс кешінде өнер көрсетеді. Лас-Вегастағы T-Bubble MGM Grandтағы кеште оның қарсыласы американдық Кэмерон Крайл болмақ. Бұл спортшы туралы ақпарат аз, дегенмен оның рекордына қарап, мөшек боксшылар қатарынан екендігін байқауға болады. 35 жекпе-жек өткізіпті. Оның 17-сін ұтқан, 4-еуінде нокаутта жасаған. Сонымен қатар 15 мәрте жеңілген. Бауыржан идея бойынша бұл қарсыласты сезінбей ұтуы тиіс. Қарсылас әлсіз болғандықтан ба Бауыржанның сыйақысы да айтарлықтай мәз емес. Ол небәрі 6 мың доллар пайда табады. Ал қарсыласы 2 мың долларға артық алмақ. Боксшылар кеш қарсаңында салмақ өлшеуден өтті. Момыновтың салмағы 152 фунтқа тең болса, Крайл аздап жеңіл шығып 147-те 8 фунтты көрсетті. Соңғы рет Момынов 23 наурыз күні Коста-Меса қаласында жұдырықтасып, төрешілердің бір ауыздан шешімімен американдық Джонатан Стилді жеңген болатын. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.